Егер сен жұмыстан айырылып, немесе ақшадан қиналып жүрген болсаң, онда саған ютубер болатын уақыт келді. Менің бұл каналымда, осы каналға жазыл, яғни менің каналыма тегін сол курсты алатын боласың. Яғни басқалардың сатып жүрген курсын осы жерде мен тегін шығаратын боламын. Бастан аяқ сіздерге өте қарапайым тілде, түсінікті тілде бәрін көрсететін боламын. Ал ендеше осы видеоны до конца көр, және осыдан кейін тағы да бірінші, екінші, үшінші сабақ деп салатын боламын неше түрлі видеолар. Бұл YouTube курсы болады. Бұл YouTube басқалардың ақшаға сатып жүрген нәрсесін мен сендерге тегін салатын боламын. Сендердің тек қана бар болғаны комментария, қолдау, лайк басу. Осы ғана, енді сіздер осыларды істесеңіздер, мен соларды салып отыратын боламын. Жалпы айтқанда басқа сабақтарды. Яғни бірінші сабақ ютубердің, екінші сабақ деген сияқты. Ал енді мақсат, менің айтқым келіп отқан нәрсе ютубер курсы, ютубер сабағы, немесе ютубер болу да, жалпы айтқанда. Ютубер болуға бола ма қарапайым адамға, мысалы мен сияқты или басқа сияқты да. Мысалы сіздерде қалай айтсам болады, жұмыс жоқ, ақшаларыңыз аз, немесе жаңада бір табысқа шыққыларың келсе, осы ютубты сіздер инструмент қылып, қолданып ақша тапсаңыздар болады. Ол қалай болады? Ең бірінші сіздер подписчик жинау керексіздер. Подписчикті жинау деген қалай? Ең бірінші сіздер шортс видео жасайсыздар. Неге шортс деген сұрақ туады? Шортс деген ол қысқа видео, қысқа. Кәдімгі 1 минутқа жетпейтін видеолардың барлығын шортс деп айтады. ютубта соның бәрін салып, сіздер бұл шортс ютубтың алгоритм бойынша көптеген жаңағыдай 0 подписчик вообще жоқ қаралым, яғни жоқ адамдарға жаңадан, мысалы мен қазір жаңадан осы ноутбукқа отырып, компьютерға отырып, өзіме аккаунт аштым и YouTube создать канал деп YouTube каналды ашқаннан кейін мен енді бірінші видеомды тезірек жинау үшін мен шортсты саламын. Ал шортс ол подходящий аудиторияға мен видеомды көрсететін болады. Мейлі ол телефонмен түсірген әшейін машинаны былай түсірген болсын, немесе бір какой-то бір нәрсені гүлді қойып айландырып түсіріп, соның артынан тағы бэкті түсірсем, онда сөйтіп мен 1 минуттық видеоны жасаймын. Ол видеоны жасау үшін көптеген ақша да кетпейді. Тіпті тегін кетеді. Қолыңыздағы любой телефон, камерасы бар. Әрине енді мен Nokia деп айтайын. Любой телефонды аласыздар, Samsung болсын, iPhone болсын, 7-ші iPhone болсын, допустим, 6-ші iPhone болсын, соларды алып сіздер түсіріп, әшейін бір музыкамен монтаждап да, мысалы авторский право жағынан деп енді пока, сіздерге подписчик жинағанға сондай видеолар керек. А ол видеоны ютубқа салған видеоңызды жаңа 1 минутқа жетпейтін бүкіл әлемге көрсетеді. Жайлап көрсетіп бастайды сіздің неңізге байланысты. И бір видеоңыз атып кетеді резко. 1000 просмотр алады. Яғни 1000 адам қарап шығады шортста. Сол үшін де сіздерге ең бірінші создать каналды ашасыздар, одан кейін шортс видео түсіресіздер. Не важно, қандай ол качество болады, қандай керемет болады. Сіздің мақсатыңыз видео салу. Қайта-қайта толтырып сала бересіздер сондай видеоны. Мейлі инстаграмға кіріңіздер де рилстан идеяны қараңыздар. Мысалы Индия ма, Қытай ма, білмеймін, осылай түсіріп, камераларды ұстап, әйтеуір шамасы келгенше нәрсе істеп жатады. Сіздер де соны қайталаңыздар. Оған ойластырып, кәдімгідей не болудың керек жоқ, мысалы. Әрине, ол сценарий жасау, бәрін қолдану, ол ютубтағы профи болған жағдайдың кезінде істесеңіздер болады. А егер сіздер прямо ютубқа ақша шығарып, кәдімгідей керемет болып келемін десеңіздер, онда пожалуйста істеңіздер, ол өте жақсы нәрсе. Но когда мен ақшалы болам, когда мен бай болам, когда мен керемет болам, курстарын бәрін бітіріп тастаймын, керемет адам болған кезінде мен ютубты бастаймын деген ол қателік нәрсе. Мысалы, любой қолындағы бар нәрсені жасап, сіз сонымен бастай беріңіз. Мысалы, бүгін мен видео салсам, 4-5 айдан кейін, 6 айдан кейін ол видеомыз атып кетіп, соған дейін біраз бір 50-60 мүмкін 1000 подписчикті жиналып қалуы мүмкін. Мәселе сіздің контентіңізде, сіздің көріп отырған адамға бере алатын нәрсеңізде, идея, қызық, неше түрлі нәрселер бере алсаңыздар, соған байланысты. Качество бәрі любой кезде керек, но YouTube сенің качествосын талап етпейді. Тек салған видеоңды авторда құқыққа ие болса, болды, салдыра береді. Ал көріп отырған адам оны шешеді, сен істеп жатқан нәрсең қызық па, қызық емес па деп. Мәселе соған нәрсе. Мысалы, мен қазір түсіндіріп өтейін. Қалай мен қазір 0-ден бастап ютубтан канал ашып, сразу көтеріліп кете алам, немесе бірнеше уақыттың арасында. Допустим, мен өзім түсіндірейін. Мен де көптеріңіздің біріңіз сияқты, көп адамдардың біріңіз сияқты, мен мысалы бір жерде грузчик болып жұмыс істеймін. Строителімін да, кезінде бәрі мен де істегем солай. Мысалы, грузчик болып жұмыс істедім, күні бойы грузчик болып жұмыс істеп жүрмін. Немесе жағдай неше түрлі мамандық, сондай қиын, ауыр мамандықтарда, былай айтқанда жұмыс істеуге, көбісінің істегісі келе бермейтін жұмыстар. Соны істеп келдім да, үйге жатар алдым бір, мысалы телефон, үйде 2 телефон болса, бір телефонмен Samsung болуы мүмкін, ол әрине қолыңызда көбісіңіздің iPhone 12, 13 бола бермеуі мүмкін, ал Samsung S20 болмауы мүмкін. 100 мыңға расстройкаға алған телефондарыңыз Samsung. Соны аласыздар да, мысалы бір гүлді қойып қоясыздар, үйде гүл болса, немесе бір объект или
горилла болса да мысалы бір әдемі жерге, кішкене аппақтау жерге, сосын бүйтіп соны телефонмен түсіресіздер. Бұл минимум нәрсе деп айтып жатырмын, біреулер мазақ қылмасын, ой сен мынау не айтып кетті деп ше. Бұл мүмкіндігі аз адамдарға. Мен мысалы үйге келем, грузчикпін, рассрочкам бар мойнымда, телефон, мен қоямын да осыны осылай түсірем, артымнан тағы да мен қасымда көмекшіме айтамын, менімен бірге түсір, бэкті ал, яғни қалай түсіріп отқанын көрсету керек. И сонда біз результатын көрсетеміз, жаңа музыкамен да қоямыз. Осындай видеолар толтырып істей берсек, күніге бір любой нәрсе, бір күні горилла, екінші күні Red Bull түсірсек мысалы да, мәселе сода болып тұр. Бесконечный контакт, кешіріңіздер, контент, бесконечный контент, сізде идея өте көп. Сондай мәселеден бір күні горилла қоясыз, екінші күні Red Bullды қоясыз, ар күні коланы қоясыз. Сондай видеолар жасайтын болсаңыздар, шортсқа сала беріңіздер. Сіздің өз көрермендеріңіз жинала береді. Сосын сізде уже бір жақсы жері, сіздің просмотрларыңызды америкалықтар көруі мүмкін. Сіз егер английский жазып, сондай неғып отыратын болсаңыз, кейде ютубтың өзі де английский переводтап қояды сіздің сөзіңізді. Немесе ағылшын тіліндегі видеоны сізге орысша тұрып астындағы заголовок не қылады. Енді айтқым келген нәрсе, сіздер қарап жатпаңыздар. Главное, үйге келдіңіздер ма? Жаңа мен айтқанда, мен мысалы қарапайым жұмысшымын, үйге келіп, екі телефон Samsung-пен түсіріп, соны сала берсем қайта-қайта, оның өз көрермендері лайк басады, YouTube-қа көрсете бастайды. Міне осындай сіздер өз YouTube каналдарыңызды осылай бастайсыздар. Когда сіздер отырасыздар, бір күні байып кетем, бір күні мен камера алам дерзкий, там 1 миллионға жарықтар алам, жалпы айтқан кезде жарықтар алам үйге, сосын бір контент жазам. Сіздер оны істемейсіздер, оны істейтін адамдар аз негізінде. Ондай аз, ондай не қылатындар, шамасы, шыдамы жетіп, соны мүмкіндігі жетіп, соған сабыр етіп, олар істейтін, соған ақша бөліп. Сіздерде жағдай жоқ, уақыт жоқ сіздерде былай айтқанда. Сіздер не істеу керек? Главное, что жұмыс YouTube бастан жатқан ютубыңыз қазіргі жағдайыңызға, немесе сіз квартирада, немесе сіз рассрочкада жүрсіз, немесе сіз бала-шағаңыз бар, немесе сіз студентсіз да, өзіңіздің әркімнің өз проблемасы бар. Сіз сол жолға сіздің YouTube жасап жатқаныңыз кедергі келтірмеу керек. Егер кедергі келтіретін болса, ол сіз YouTube-пен айналыспай қоятын боласыз. Сол үшін де сіз осылай жайлап уже сізде результат, мысалы, мен өз көзіммен көрдім, мен қасымда досыма айттым, давай бір видео жасашы, и конкретно бір креативный видео жаса, қолында камерасы бар, ол видеограф. И ол әшейін бір видеоны алыста кетіп бара жатқан біреуді видеоға түсіріп салды да, 13 мың просмотр жинады сол. 0 подписчик, 0. Бір 50 подписчиктей болды. Ал біздер сосын аналитикасына кіріп қарадық, қай жақтан қарап жатыр бұл видеоны. Россиядан қарады, Америка құрама штаттары, Индия, Индонезия, бұлар бұл жерде рекламалар қымбат. Яғни Қазақстандағы аудиториядан 2-3 есе төленеді реклама. Сол үшін де сіздер Қазақстанда айына $100 шығарсаңыздар, Америкаға егер сіздің видеоңызды көретін болса, америкалықтар сізге 5-7 есе төлейді. Тіпті 10 есеге ішінде бару мүмкін. $100 просмотр $100 алатын болсаңыз, сіздер $1000 аласыздар. Сол үшін де мен айтатыным, Америкаға видеоларымды көрсетуге тырысыңдар. Мен мысалы өзім талай рет Қазақстанға көрсеттім видеомды. Нәтижесінде көп просмотрға енді аздау ақша түседі. Сондай дәрежеде. Бізде реклама құны арзан болғандықтан. Енді ол басқа тема, ол туралы мен алда да шығардым. Енді сіздерге мен айтқым келген нәрсе, сіздер прямой қазір, дәл қазір осы видеодан кейін сіз YouTube канал ашыңыз. YouTube канал қиын емес, болмаса мен ол туралы видео салатын болам, жазып кетіңіздер. YouTube канал ашыңызда, сіз дәл осындай мен айтқанымды істеңіз, сізде уже шортста видеолар салынатын болады, шортстан просмотрлар келеді. Сіз енді былай айтқанда уақытыңызды жіберіп алмаңыз. Қазір сіз салсаңыз, 6-7 айдан кейін мүмкін сізде успешный канал шығып кетуі мүмкін. Сосын сіз ешқандай 0 просмотр болды деп тұрып қалмаңыз. Ол 5-6 күннен кейін кетуі мүмкін, 10 күннен кейін кетуі мүмкін. Бастысы сіз тоқтамаңыз. Қиын емес қой, дұрыс па? Келесіз жұмыстан бос уақытында келесіз, жексенбі күн немесе жұмыстан кешке қарай. Еш қиындығы жоқ, қиынсынбаңыз. Сол уақытта YouTube-тан или бір нәрсені телевизор немесе жаңағыдай комедия, Instagram қарап отқаннан соны істеп көріңіз, содан кейін барып басқа нәрсемен айналысыңыз. Бұл сіздерге бір мотивация деп, бір факт деп ретінде көрсетіп жатырмын. Бұл факт, сондай ешқандай не қылудың керегі жоқ, қиналудың керегі жоқ. Сол үшін мен сіздерге айтарым, осыны сіздер бастаңыз. Дәл қазір канал ашыңыз, каналыңыз жоқ болса, егер каналыңыз бар болса, мен жаңадан канал ашуыңа кеңес беремін. Сол каналды ашып, осылай бір 2-3 контент күніге салып тұрыңыздар. Жайлап уже қолыңызда үйрене бастайды. Телефонды қалай ұстау керек? Жақсылап қараңыз. Инстаграмнан референс алыңыздар. Яғни референс деген идея алыңыздар. Идея. Мысалы, ішіндегі адамдар қалай түсіріп жатыр, мысалы. Неше түрлі объектілерді, гүлді, машинаны, может. Мен айтатыным, сіздер сөйтіп түсіріп басаңыздар. Обязательно, бірақ бэк болу керек. Бэктің да түсірген артынан түсіру керек. Түсіріп атқан объектпен мен түсіріп атсам, мысалы,
арттағы екеуін бірге түсіру керек деген сияқты. Оны қалай түсіру керектігі жайлы мен басқа видео шығаратын боламын. Ал сіздермен бірге болған Асқар Нұраков. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер. Достар, қандай да нәрселер сұрақтарыңыз болса, осы маған комментарийға жазыңыздар, немесе Инстаграм парақшама жекеге жазып кетсеңіздер болады. Сау болыңыздар.